Қайырлы күн баршаңызға. Өте дәмді тауықтың етінен жасалған чупа-чупсты дайындаймыз. Ең алдымен видеоның соңына дейін көріп, қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Ең алдымен табамызды қыздырып алып, майымызды құямыз. Тауық еттерін салып, қуырып аламыз. Екі бетін жақсылап араластырып, қуырамыз. Тұз қосамыз, және де паприка, жарты шай қасық кориандр қосамыз, араластырамыз. Ұсақтап туралған сарымсақ саламыз, және өздеріңіз ұнатқан дәмдеуіштер пайдалансаңыздар болады. Жақсылап араластырып, қуырып алып, бір стакан су құйып, 15-20 минут қайнатып пісіріп аламыз. Оған дейін піскен картопты езіп, пюре жасаймыз. Пюре жасап болғаннан кейін ірімшікті үккіштен өткізіп қосамыз. Піскен тауықтың аяқтары салқындаған соң, осылай сүйегінен етін ажыратып, ұсақтап тураймыз. Сүйегін тастамаймыз, оны пайдаланатын боламыз. Ұсақталған тауықтың етін ыдысымызға салып, үстіне бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз.
Дайын болған массамызды осылай қолымызға алып, жалпақтап, тауықтың аяқтарын алып, голен тәрізді пішін жасаймыз. Қалғандарын да осылай жасап шығамыз. Тауықтың етінен жасалған чупа-чупстердің сыртына жұмыртқа жағып алып, панировочный сухариге аунатамыз. Барлығын осылай дайындап аламыз. Дайын болған тауық аяқтарын духовкада пісіреміз. Қалауларыңызға қарай майға пісіріп алсаңыздар болады. Қалай дайындасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Чупа-чупстеріміз дайын болды. Сіздермен болған Ардақ. Егер видео пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыз.